Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге бауырдан котлет жасап көрсетемін. Өте жұп-жұмсақ, сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналымда қазақша YouTube каналды қолдап, подписация бөлімін басып, қасындағы қоңырауша бөлімін басып қалдырыңыз. Кез келген менің видеомда бірінші болып көретін боласыз. Ең алдымен бізге осындай бауыр қажет болады. Бауырдың міндетті түрде сыртындағы пленкасын, яғни целлофанын қолымызбен алып тастаймыз. Өте оңай алынады. Пышақтың көмегімен бір шетін тауып алсаңыз. Бауырымызды тазалап алғаннан кейін пышақтың көмегімен осылай үлкен бөліктерге бөліп шығамыз. Қатты үлкен емес. Енді қазір біз бұны ет тартқыштан, яғни массировкадан өткіземіз. Сол массировкаңызға сиятындай етіп турап алсаңыз болғаны. Сонан кейін қалған көкөністерімізді турап шығамыз. Барлығын ашып, жуып, тазалап, дайындап аламыз. Менде қазір пияз және де картоп, сәбізді турайтын боламын. Дәл осылай жасайтын болсаңыздар, бауырларыңыз өте дәмді әрі керемет болып шығады. Құрметті менің көрерменім, дәл осы видеоның астында описание бөліміне толықтай рецептін жазып қалдырамын. Сол жерден қарай аласыздар. Және де менің каналымда бауырдан жасалған неше түрлі тағамдар бар. Бауырдан жасалған рулет деген сияқты. Міндетті түрде қарап шығыңыздар. Осы видеоның астына ссылкасын қалдырып кетемін. Мінекей барлығын турап дайындап алдық. Және де сарымсағымызды да 5-6 данасын турап осылай ашып дайындап аламыз. Соғым сойған кезде осы бауырдан неше түрлі тағамдар жасауға болады. Соның бірі осы котлет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақ келгенде ассорти қылып қойсаңыздар да болады, немесе күнделікті жеуге де өте дәмді. Әртүрлі тағамдармен ұсынсаңыздар да болады. Мінекей барлығын массировкадан өткізіп алдым. Осындай қою болады. Енді қалған құрамындағы заттарды саламыз. Үстіне 2 жұмыртқа. Егер жұмыртқаңыз майда болса, 3-еуін қоссаңыз болады. Ешқандай да құрамына артық зат қосылмайды. Барлығы үй жағдайында қосылатын заттар. Онан кейін қара бұрыш және де дәміне қарай тұзымызды саламыз. Шамамен 1 ас қасық болатындай. 2 қасық ұнымызды, егер ұн салмайтын болсаңыз, кәдімгі ақ нанды майдалап, турап, немесе массировкадан өткізіп жіберсеңіздер де болады. Сонан кейін 3-4 ас қасық болатын сұйық майымызды қосамыз. Ең соңында осы сүтімізді қосатын боламыз. Сүтімізді қосқаннан кейін міндетті түрде жақсылап толықтай араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қатты қою болып жатса, тағы да кішкене сүт қосуыңызға болады. Ол сіздің бауырыңызға, яғни қоспаңызға байланысты болу керек. Котлетіміздің салмасын дайындап алғаннан кейін газ отымызды орташа отта қойып, майын құйып, қатты май құймаймыз. Және де осылай орташа отта қойып, майымыз қызғаннан кейін осылай котлеттерімізді саламыз. Бізде бауырдың котлеті өте тез піседі, сондықтан ұзақ ұстаудың қажеті жоқ. Беті осылай бірінші беті кеуіп бастаған кезде екінші жағына аударып пісіріп аламыз. Және де алған кезде міндетті түрде құрғақ салфетканың үстіне салып, артық майды алып тастайтын боламыз. Барлығын осылай әдемілеп пісіріп аламыз. Дәл қазір жарты келі болатын бауырда менде 60-тан аса котлет шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қонақтыққа жасасаңыздар да болады. Осымен біздің бауырдан дайындалған котлетіміз дайын болды. Сіздерге ас болсын, және де менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.